Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өзімнің палау жасау әдісімен бөліспекшімін. Алдымен пиязымызды өзімізге ыңғайлы етіп турап аламыз. Маған осылай ұсақтап тураған ұнайды. Бір кесе майды қазанға құйып, пиязымызды саламыз. Пиязымыз қызарып қуырыламын дегенше сәбізімізді ұзынша етіп тураймыз. Сәбіз езіліп кетпеуі үшін қалыңдау етіп турап алдым. Сарымсақты жуып, сыртқы қабығын алып тастаймыз. Қуырылған пияздың үстіне етімізді саламыз. Етті ұсақтап турап салсаңыздар да болады. Мен орташа қалыңдықта ірі кесімдермен салдым. Етімізді қазанымызға орналастырдым. Бетін жауып, орташа отқа қоямыз. Етіміз қуырыламын дегенше күрішімізді суы мөлдір түсті болғанша жуып, салқын суға салып қоямыз. Еттің суы шығып, суы тартылғаннан кейін туралған сәбізді саламыз. Үстіне палауға арналған дәмдеуіш қосамыз. Зираны видеодағыдай қолымызбен үгітеміз. Тұз саламыз. Жақсылап араластырамыз. Сарымсақты салып, бетін жабамыз. Зира мен сарымсақты қоссаңыз, палауыңызға ерекше дәм береді. Міне, сәбіздің соғы шығып, қуырылды. Енді үстіне қайнаған су құйып, 40 минутқа етімізді бұқтырамыз. Етіміз бұқтырылды, үстіне күріш саламыз. Күріштің суы 2 сантиметр асып тұруы керек. Егер суыңыз көп болып кетсе, қатты отта қақпағын жаппай, күріштің суы тартылғанша ұстайсыз. Күріштің суы тартылды, енді күріштерімізді жинап, ең төменгі отқа 30 минутқа қоямыз. Он 15 минут өткеннен кейін күрішіміздің беті піспей қалмас үшін бетін аударып, қайтадан 15 минутқа қоямыз. Палау пісті, енді еттерімізді турау үшін бөлек алып аламыз. Күрішті ыдысқа саламыз. Егер сіз еттеріңізді турап салған болсаңыз, барлығын бірге түсіріп, дастарханға қоя берсеңіз болады. Сарымсақты қоямыз. Еттерді ұзынша етіп турап алдым. Күріштің бетіне орналастырып, бетіне аскөк септім. Асымыз дайын. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.